Жалпы ішкі өнімнің орнықты өсуі 3 ай бойы 4,1% деңгейінде сақталып отыр. Жоғары инвестициялық және тұтынушылық сұраныс, сондай-ақ экономиканың базалық салаларындағы өндірістік белсенділік экономикалық өсудің негізгі факторлары болды. Инфляция деңгейі 5-7% аралығында сақталды. Ағымдағы жылдың қараша айында инфляция 0,9%, жылдың басынан бері 3,8% құрады. Жылдық инфляция 4,6% құрады. Экономиканың өсуіндегі шешуші рөлді негізгі капиталға салынған инвестициялар алып отыр. Ағымдағы жылғы 11 айда олардың көлемі 18,3%-ке өсті. Бірінші қарашадағы жағдай бойынша елдің халықаралық резервтері 85,5 миллиард ақш долларын құрады. Бұл ретте ұлттық қордың активтері 0,1% өсу көрсетіп, 56,5 миллиард ақш долларына дейін ұлғайды. Өнеркәсіп өсудің оң қарқындарын сақтап отыр. Өңдеу өнеркәсібінің кен өндіру өнеркәсібіне қарағанда озық өсу қарқындары есебінен өсу 4,5% құрады.